Қайырлы күн достар, бүгін қатпарлы самсаның қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге жылы су мен жылы сүт қажет. Екеуін араластырып, татымына қарай тұз және қамыр қопсытқышты саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Жапырақтай жанымыздың шаттығын, жел үзгенін сезбедің. Айналдырған бізді жатқа мұншалық, жалығармын мезгілден. Біз қоштасқан күзгі баққа мұң шағып, тағы бардың сезіммен. Мен іздейсің сен, сен іздеймін мен, жабырқап жаным жүр әлі. Неге іздейсің сен, неге іздеймін мен, махаббат шығар кінәлі. Дайын болған қамырымызды 2-3 сағатқа орап қоямыз. Ашыған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, жақсылап жайып, араларына май жағып ораймыз. Мен бұл қамырды тоңазытқышқа бірнеше күнге апталап қоямын. Және де самса істейтін кезде түнде шығарып, таңертең істей беремін. Бұл өте ыңғайлы және тиімді. Сіздермен болған Жібек. Келесі рецепттермен бөліскенше сау болыңыздар. Ұнаса пікір қалдырып, лайк басып кете кетіңіздер.